Сәлем қыздар, сіздермен бірге арайлым бір жасағаннан шығатын өте дәмді құймақтар дайындаймыз. Видеоны сақтап алып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен жылы сүтімізге бөлме температурасындағы жұмыртқаларды саламыз. Содан соң 4 ас қасық қант және 1 шай қасық тұз қосамыз. Кейіннен 90 грамм сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұн мен қамыр қопсытқышын саламыз. Жақсылап араластырып, ең соңында 1 пиала қайнап тұрған ыстық суды қосамыз. Блиницамызға май жағып, жақсылап қыздырып аламыз. Құймақтарымызды құйып осылай пісіре береміз. Көріп тұрғандарыңыздай ажурный болып шығады. Қолмен осылай оңай аударамыз. Дайын болған құймақтардың шетіне ерітілген сармай жағып шығыңыздар. Сол кезде құймақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Сонымен құймағымыз дайын, ас болсын.